бірінші өзімізді түгелдеп алайық, иә? Бүгін сыныпта кім жоқ? Зумрат пен Құмархан не себепті сабақта босатты? Құмархан денсаулығына байланысты, ал Зумрат отбасылық жағдайына байланысты. Өте жақсы. Енді үй тапсырмасын қараймыз қазір. Үй тапсырмасын орындадық па барлығымыз? Жақсы. Қазір мен сендерге стикерлер берем, соған сабақты бастамас бұрын өзімізге тілек жазамыз, иә? Асықпай. Бір-біріне бүгінгі күнге арналған тілектеріңді жазыңдар. Болдық па жазып? Асықпай ойларыңды нақты жеткізіңдер. Болды па? Бәріміз жазып болдық, иә? Енді бір-бірімізге сол тілектерді айтамыз. Райымбек, кәне бастай қойып. Ерасыл сабақты оқып жақсы баға ал. Өте жақсы. Ерасыл, кәне айта қой. Өз сұраққа белсенді қатыс. Молодец. Өте жақсы жарайсың. Ақжан. Тақырыпты түсініп, сабақта белсенді қатыс. Жақсы, керемет. Енді өз-өзіміздің көңілімізді көтерсек, бүгінгі тілектерімізді арнасақ, бүгінгі сабағымызды бастаймыз, иә? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы химиялық формулалар, валенттілік, салыстырмалық молекулалық масса. Бағана айттық қой, үй жұмысын тексереміз деп, иә? Енді бүгінгі дәптерлеріңді ашыңдар, үй тапсырмаларын қараймыз, иә? Өткен сабақтарда жазған валенттіліктерге қатысты элементтерді жазу, иә? Өте жақсы, Аружан. Жақсы, Ерасыл. Енді сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабақта біз түсінеміз. Валенттілік бойынша бинарлық қосылыстардың химиялық формулаларын құрастырамыз. Химиялық қосылыстардың формуласы бойынша салыстырмалы молекулалық массасын есептейміз. Яғни соны үйренеміз. Мына тірек сөздерді жазып алыңдар, дәптеріңізге жазамыз. Химиялық формула, салыстырмалы молекулалық масса, индекс, валенттілік, бинарлық қосылыстар және коэффициент. Яғни бүгін біздің өтетін тақырыбымыздың барлығын осы тірек сөздері құрайды. Осының ішінде келген сөздердің барлығын бүгін біз түсініп үйренеміз. Жылдан жазамыз. Жақсы. Болды ба? Енді мұнда бірінші жазған химиялық формула, қазір жазбай тұрыңдар. Химиялық формула дегенімізде біз өткен жолғы сабақта өткен Менделеевтің
элементтік периодтық жүйесінде қараймыз. Осы жүйедегі элементтердің барлығы біріктіріп, бір-біріне қосып элементтерді жазып шығарған кезде бізде химиялық формулалар жазылады. Енді жазамыз. Индекс дегеніміз, жаза қойыңдар. Индекс дегеніміз молекуладағы химиялық элементтің атомын көрсетеді. Атом санын көрсетеді. Ол бізде элементтің оң жақ шетінде орналасады. Мысалы, хлор 2, сутегі 2. Міне индекстер дегеніміз осылар. Мұнда мысалдарда берген иод 2 және P2 O5. Фосфор оксиді. Осы мысалдарды жазып аламыз. Енді келесі коэффициенттің не екенін жазамыз. Дәптерімізге тез жылдам. Ол атомдардың немесе молекулалардың санын көрсетеді. Атомдардың немесе молекулалардың санын көрсетеді. Яғни көп жағдайда коэффициенттер қай жерлерде кездеседі дегенде, химиялық реакция теңдеулерін жазған кезде соларды бір-біріне теңестіру үшін коэффициенттер қойылады. Яғни олардың алдарына жазылады. Мұнда мысалдар берілген ғой. Көміртектің алдында 4 коэффициент жазамыз мысалдан. Азоттың алдында 3 коэффициент. Яғни ең қарапайым ол бізде 2 элементтен тұратын H2O. Су, Оған мысалдарға келтірілген оксидтер, сульфиттер, фосфориттер, сульфаттар, нитраттар барлығы бинарлы қосылыстар болып келеді. Жаздық па? Мұнда бинарлы қосылыстардың жазылуы мен атаулары деген. Осыны кітапта бар, үйде қайталағанда оны қараймыз, кітаптан. Сондықтан қазір жай ғана қайталап өтейік. СО2 күкірт диоксиді, СО3 күкірт триоксиді, NO азот монооксиді және NO2 азот диоксиді. Яғни ИД деген сөздері болу керек, сонда ол бинарлы қосылыс болып табылады. Енді көптен күткен ол валенттілік. Валенттілік туралы жазамыз. Басқа элементтің тағы бір элементтен атом сандарын қосып алу қабілеті. Мысалға, мұнда бізде хлор көп жағдайда бір валенттілік көрсетеді, плюс бір. Ал бос күйінде ол хлор 2 болып жүреді. Міне бос күйінде. Сутегі бос күйінде H2 болып жүреді, және ол плюс 1 деген валенттілікті көрсетеді. Иодта бір валенттілікті көрсетеді мұнда. Ал мына жерде оттегіміз 2 валенттілік, және фосфорымыз 5 валенттілікті көрсетеді. Валенттілікті үстіне жазамыз. Мысалы, кальций элементі 2 валенттілікті көрсетеді. Валенттіліктерді қай жағдайда қалай білеміз? Мысалы, қараңдар. Алюминий элементі, үшінші
periodda орналасқан және 3-ші топта орналасқан.